Көк шай. Көк шай адам ағзасына қалай әсер етеді? Көк шай ішкен дұрыс, өйткені ол суық мезгілде денені жақсы жылытып, ыстықта шөлді қандырады. Ал дұрыс дайындалған сусын аурулармен күресуге көмектеседі. Бірақ көк шайдың ағзаға қалай әсер ететінін білген маңызды. Соған орай, көк шайдың құрамындағы заттардың пайдасы мен зияны және хош иісті сусынды қай кезде ішуге болатыны, сондай-ақ қандай жағдайда одан бас тарту керек және шай жапырақтарын қалай дұрыс әзірлеу керектігі жайлы мәлімет ұсынатын боламын. Достар, видеоны жалғастырмас бұрын алдымен каналға жазылып, қоңырау белгісін баса кетіңіз. Сонда алдағы жарық көретін пайдалы ақпараттарды жіберіп алмайтын боласыз. Көк шай дегеніміз не? Көк шай Қытай, Жапония, Үндістан мен Ява аралында өндіріс қажеттіліктері үшін өсірілетін мәңгі жасыл ағаш бұталарының кептірілген жапырақтары. Ал жас жапырақтар сопақша тәрізді формада болады. Бір қызығы, көк және қара шайды алу үшін бірдей шикізат қолданады. Бірақ оларды өндіру технологиясында айырмашылық бар. Кептірілген қара жапырақтар жақсы ферменттеуден кейін алынады. Көк шайды өндіру нәзік технологияларды қолданумен ерекшеленеді. Тотығу процестерін тоқтатуға жаңа піскен жапырақтарды 2-3 минутта өңдейтін бу көмектеседі. Содан кейін оның дымқылдығын алып кептіреді. Яғни мылжалап түйіршіктерді қабықшаға ширатады. Сосын өнім хош иісін, дәмін және пайдалы қасиеттерін тұрақты сақтау үшін оны дайын болғанша кептіреді. Құрамы. Көк шайды өңдеуде арнайы технологияны пайдалану химиялық құрамның алуан түрлерімен ерекшеленетін сапалы шай өнімін алуға мүмкіндік береді. Органикалық қосылыстардың арасында шайдың дәміне әсер ететін илік заттектер бар. Шайдың хош иісті болу себебі эфир майларымен үйлесуінде. Ол алкоголиктердің, катехиндер, аминоқышқылдардың саулығына жағымды әсер етеді. Көк шайдың құрамындағы кальций, темір, калий, мырыш, фтор, фосфор, йод және мыс секілді пайдалы микроэлементтер өмірлік процестерге оң әсер етеді. Шай жапырақтары зат алмасу процестерін жақсартатын А, С, Е, К, Р дәрумендеріне бай. Көк шайдың пайдасы. Көк шайдың құрамында көптеген пайдалы компоненттер болғандықтан, бұл бірегей сусын ағзаға жақсы әсер етеді. Ас қорыту процесін ынталандырады. Құрамында фтордың болуына байланысты тіс шегінің қалыптасуына қарсы күресте профилактикалық құралдың рөлін атқарады. Көк шай емдік дәрі-дәрмектік әсер береді. Оның құрамында таннин, катехин және илік заттектер болғандықтан, ол қатерлі ісік ауруларымен күресуде тамаша антиоксидант болып табылады. Олар шеттегі ақуыздарды, ауыр металдар мен еркін радикалдарды байланыстырады және оларды сау жасушаларға зақым келтірмей ағзадан шығарып тастайды. Оның құрамындағы С витамині мен мырыш қатерлі ісік ауруына шалдығу қаупін азайтады. Құрамындағы мырыштың арқасында шаш пен тырнақтың жағдайын жақсартып, жаралардың жазылу үдерісін тездетеді. Нерв жүйесін ынталандырады. Сондай-ақ көк шайдың құрамындағы Р дәрумені мен кальций, фосфор қалыпты ми қызметінің белсенділігі үшін қажет. Ал тейін ынталандырушы ретінде қызмет етеді. Көк шайда адамның жұмысқа қабілеттілігін жақсартатын кофеин бар. Кофеин алкоголиді шай таннинімен байланыстырылған күйде болатындықтан ағзаға ынталандырушы әсер етеді. Бірақ ол кофеинге қарағанда жұмсақ болады. Құрамында йодтың болуына байланысты қалқанша безі ауруларына шалдығу қаупі азайтады. Микробқа қарсы әсері бар. Бұл қасиет құрамындағы катализаторларға байланысты болады. Көк шайдағы таннин жараларды емдеуге көмектеседі, бірақ шайдың түсі ашық болуы керек. Ағзадағы уытты заттарды шығарады. Тазарту қасиеттерінің арқасында көк шай ағзаның иммунитетін жақсартады және кез келген ауруға шалдығу қаупін азайтады.
несеп айдағыш әсер көрсетіп, тіннің ісуін азайтады. Құрамындағы А және С дәрумендерінің арқасында көз ауруларының даму қаупін төмендетеді. Тегіс бұлшықетті қалыпты жағдайда ұстайды. Бұл қасиет оның құрамында мырыштың болуына байланысты болады. Мыстың арқасында қабыну процестерін емдеуді жеңілдетеді. Токсикоз және теңіз ауруы кезінде көмектеседі. Мұндай жағдайларда құрғақ жапырақты шайнауға кеңес беріледі. Асқазанның қышқылдығын көтеріп, асқазан ішек жолдарының қызметін ынталандырады. Көк шай ұзақ өмір сүру сусыны деп те есептелінеді. Көк шайдың әйелдерге пайдасы. Көк шайдың немесе мұздатылған жасыл шай сіріндісі негізде жасалған маскалар бет терісін жақсы сергітіп, оның серпімділігін арттырады және бет пішінін тартып тегістейді. Зат алмасу процестерін ынталандыру және ағзаны тазарту құралы ретінде ас қорыту жолының қызметін жақсартып, салмақ тастауға ықпал етеді. Көк шай әйелдердің климактерийлік кезінде жалпы жағдайын жақсартуға қабілетті. Оны сүт безі қатерлі ісігіне қарсы күресте профилактикалық құрал ретінде пайдалануға болады. Көк шай ер адамдарға несімен пайдалы? Көк шайдың құрамында жыныс мүшесінің және тірек қимыл аппаратының қалыпты жұмыс істеуіне көмектесетін марганец бар. Оның қатысуымен тестостерон гормоны өндіріледі. Шайды қоюлап ішу кезінде кофеиннің ынталандырушы әсері ағзаның стресске қарсы жұмыс істеу қабілеттілігі мен төзімділігін арттыруға көмектеседі. Ал құрамындағы антиоксиданттар көк шайды қан қысымын қалыпқа келтіру, простата қатерлі ісігінің алдын алуға бағалы емді құрал жасайды. Бауырға пайдасы. Сусынның тазалағыш қасиеті болғандықтан оны қалыпты нормада ішу бауыр мен өт қабының жұмысына пайдалы болмақ. Олардың белсенділігін жақсартуға Р және С витаминдері көмектеседі. Бірақ бұл өнімнің құрамында полифенол бар екенін ұмытпаған жөн. Егер көк шайды шамадан тыс ішсеңіз, бұл заттың көп мөлшері бауырға зиян болуы мүмкін. Бүйрекке пайдасы. Көк шай ағзаға пайдалы болу үшін шай жапырақтарын дұрыс қайнатып, сусынды дұрыс қолдану керек. Ол токсиндердің адсорбенті ретінде әрекет етеді. Бұл оларды ағзадан шығарып тастап, бүйректі тазартуға көмектеседі. Көк шайды қаншалықты жиі ішуге болады? Көк шайдың ағзаға пайдасы мен зияны өнімнің сапасына, қайнату әдісі мен қолдану жиілігіне байланысты. Сондықтан сусынды ішкеннен әсер алу үшін келесі шарттарды сақтау қажет. Жаңа және жоғары сапалы өнім сатып алыңыз. Шай жапырақтарын 60-90 градусқа дейін қыздырылған таза сумен дайындау керек. Шайды аш қарынға және кешке ішпеңіз. Көк шайды алкогольмен біріктірмеңіз. Дәріні көк шаймен ішуге болмайды. Тым қою немесе ыстық қылып ішпеңіз. Көк шайдың зияны. Көк шай қалыпты нормада пайдалану кезінде ғана пайдалы болады. Есіңізде болсын. Сусынның қоздырушы әсері бар екенін естен шығармаңыз, және ол жүрек қан тамырлары аурулары кезінде зиян болуы мүмкін. Сондықтан қан қысымын жоғарылатып, жүрек ырғағын өлшеп тұру керек. Сондай-ақ көк шайды шамадан тыс ішу сүйек тығыздығының төмендеуіне және сүйектердің тез сынуына әкеп соғады. Достар, көк шай жайлы бүгінгі пайдалы ақпаратым ұнаса, видеоға лайк басып, төменге өз пікіріңізді қалдырыңыз. Мен міндетті түрде оқитын боламын.